Ассалаумағалейкум қазақтар. Мен бүгін ана алейкада бар ғой Алматыда сүрейін деп жүргенде жаяу жүру керек. Сол жаяу барғанда сүрейін деп жүргенде былай төменге барсам мына алейкадан жол бойында, мына алейка бойында мына орындықта екеу-үшеу қазақ отыр ғой. Мына қазақ маскүнемдер, алқаш бомж, менің ойымша қаңға бастар үйсіз отырады ғой, көзін астына мынандай көгерген. Сосын қайтадан бара жатсам көрсем уже 7-8 отырады, жиналды осы. Басқа орындықта қарасам тағы да 2-3 отыр ғой. Қазақтар бір-бірімен қазақша сөйлейді. Соны қарасам онша ұнамады маған. Мына қазақтардың туыстары жоқ па не мына деп ойлаймын. Ата-аналары жоқ па мына осыны тоқтатуға. Олар көрсем мына баклажкадан, баклажка бар ғой, ана спирт па білмеймін не күйіп отырып ішіп жатыр ғой арақтар. Сондықтан мына бізде бұрыннан бері осындай ежелгі уақытта бізде осындай мына маскүнемдер болған жоқ, алқаштар болған жоқ бізде қазақтардың ішінде. Біздің ата-бабаларымыз қымыз ішкен, көже ішкен, басқа мына арақ ішкен жоқ. Сондықтан бізде ауылдарда әрқашан жетімдер балдардың мынандай қарттарға қараусыз қалмады. Әрқашан біздің ата-бабаларымыздың ауылдарда орын тапқады. Ал мына қазақтар өліп жатыр ғой, ішіп жатыр ғой. Кеңес одақта, әрине Кеңес одақта мына большевиктер біздің қазақтарды араққа үйреткен. Сол себептен мына Кеңес одақта мереке кезінде көп адам, көп емес, былай далада арақ ішіп мас үйде көп мынандай жатқан адам, оның ішіндегі қазақ болды. Өзіміз көретінбіз, сондаймен өзін көретінбіз. Сондықтан мына мен ойша тоқтатуымыз керек. Қазақтарға өзімізге көмек көрсетуіміз керек, тоқтатуымыз керек. Қаңға бастар, мынандай ішімдіктер, маскүнемдер. Сол тоқтатуымыз керек деп ойлаймын, жіктер. Сіздер қалай қарайсыздар? Қазақ олар, қазақша сөйлейді. Естігенмін, әдейі тұрдым ғой, естедім ғой, қазақша сөйлейді олар. Солай, қазақтар.